Ассаламу алейкум қазақтар. Екінші бөлім. Соған сөйлесіп көрдік қой біз. Ана әйелге айттым, мына сіз қай жерде тұрасыз? Ол айтады, ана мына жерде көрсетіп жатыр ғой, ана жерде бір времянкада өмір сүріп жатыр ғой. Мен айтып отырмын, сіз мына өзіңіз балаңыз сіз сияқты времянка тұрғысы келе ме? Ол айтады, жоқ аға, келмейді. Ал неге сіз мына бермейсіз? Неге қарамайсыз мына балаларға? Ол айтады, ой аға, бәрі ана жемқор чиновник, бәрі ана Тоқаев бәрі кінәлі деп анау айтып отыр. Мен оған айттым, қарындас, ана біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев неге келеді ғой? Қытайға келеді, қытайша сөйлейді. Неге келеді? Ана неге? Америкада келеді, аңғылшса сөйлейді. Германиядан келеді, немісша білмеймін, французша сөйлейді, қанша тілдер біледі, оның белгісі мен білмеймін, шын айтып отыр. Ол сіздің балаңыз сияқты күні бойы 100% береді, 100% береді. Күні бойы далада мына қыдырған жоқ, жүгірген жоқ. Ал сіздің балаңыз не болады? Ертең ана сырттағы мына агентураны оппозиция айтады ғой, мына давайте выходите на площадь, өздері қауіпсіздік орындарына, агентура қауіпсіздік орындарына шетелде отырады. Давайте выходите на площадь деп, сіздің балаңыз бармай ма? Жүгіріп барады. Өйткені жұмыс істегісі келмейді. Қайда біледі ол? Ол күнде далада мына көрсе таңертең кешке шейін мына жүгіріп жатыр. Не болады бұнда? Жүгіріп барады, бір-бірінен төбелесіп, соғысып, ана сырттан келеді, бәрі басып алады біздің Қазақстан. Все, бітті. Тәуелсіздік жоғалтып қаламыз. Сол себептен ұйымдастырады ол бәрі. Ой аға, бізде менде бір уақыт жоқ, ана қонақтар келеді. Мен мана вообще қонақтар түсінбеймін вообще. Біздің қазақтар. Менде бір көршіміз болған, 6 қыз болды. 6 қыз мына времянкада өмір сүрген, қазір көшіп кетті ғой, бір жер білмеймін қайда кетті, көшіп кетті. Соған бір күйеу болды ғой, оның күйеу какой-то жалқау бір істейді, бір істемейді ма, білмеймін, бір сон біреу қыз, оның ішінде бір қыз ауырған, ауру, не сақтасын. Сол бір рет біз мұқтаж жандар болар. Бір рет білмеймін, құрбан айтпа, сойдық қой, ет әкелдік қой, таңертең келдік біз. Оны қонақтар, оған қонақтар келді, времянкада. Ол қонақтар өздері ішінде ана бөлмеде, времянкада бөлмеде орын жетпейді, өз мына жатыр ғой, есік ашық, өз ана аяқтары сырта жатыр. Өз денесі ішінде, аяқтар сырта тұр. Мен вообще түсінбей қалам, мына таң қалам, мына осы қонақтарды. Олар көріп тұрады ғой, мына қиналып қалады. Не үшін келеді мына? Қонақтар келді. Сен қонақтар емес, сен келгенде мына олар 10 мыңға бересеш, 10 мың теңге қанша бар, соған қалтаңнан шығарып бер. Мына әйелдерге мына қонақтар емес, мына бірінші өзім балаларым дұрыс жақсы білім беру керек. Сол орны. Өйткені осы балдардан мына күнде далада жүретін олар адам болмайды деп ойлаймын. Солай мына тақырыпты мына көтердім ғой. Ал сіз қалай қарайсыздар қазақтар? Өзіміздің мына осы мына өзіміздің қара көзге қарап отырмын ғой, мына өкінішпен қарап отырмын. Кейбір вообще мен білем ғой, танимын ғой, біреулер көп осындай қазақтар осы времянкада 3-ші ұрпақ өмір сүріп жатыр. Білім бермейді. Өзі оқымаған, білім бермейді. Мен ойымша мына өз балаларына ең соғысы қой сату керек, бірақ балалар оқу керек. Дұрыс па? Немесе оқығанда бәрі ғылыми болмайды. Дұрыс қой, дұрыс. Бірақ жұмыс істегісі үйрету керек, жұмыс істеуге үйрету керек. Енді біздің қазақтарымыз қандай?
екі балдар қалай, не туралы сөйлесу керек? Қанша білім бар, қанша сен мысалы екі балалар сөйлессең, біздің қазақтар, сен қанша ұпай алды ентеді? Мен 134 па 135, ал сен 138 деп айтты. О, сен менен ақылды, сен менен жақсы, сыйлаймын сен. Осындай сөйлеу керек біздің балаша. Ең біріншіден білім, ең біріншіден қанша білесің сен, қанша мына шахмат, мынандай басқасы не, математика, компьютер, осындай басқасын білім алу керек, беру керек. Білім болмаса қазір болашақ болмайды. Сол ойлаңдар, қазақтар. Бірақ мына балалардың адам болмайды. Мен ойымша, мен оны көрсем, мына осы әйелмен 1 сағаттан астам сөйлестім. Түсіндіңіз ба сіз? Қарындас, түсіндіңіз ба? Білім беру керек, кітаптармен отыру керек. Яға түсіндім, бәрі түсіндім. Көрсем, 1-2 аптадан кейін көрсем, мына бала қайтадан далада жүреді. Түсінбейді вообще. Түсінбейді. Білмеймін жігіттер, қазақтар. Солай. Сол бәрі көрсем, мына мен жүрегім дүрліктер едім сондай. Шын айтып отырмын. Жарайды. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.